Сәлеметсіздер ме? Мемлекеттік қызметтерді онлайн алу қаражатыңыз бен уақытыңызды үнемдейді. Көптеген мемлекеттік қызметтер онлайн түрге ауыстырылды. Бұл оларды жылдам, қарапайым және тиімді алуға мүмкіндік береді. Сіздерге тұрғылықты мекен-жайы бойынша тіркеу мемлекеттік қызметін электрондық үкімет порталынан қалай алуға болатындығын түсіндіріп өтейін. Өзіңізге ыңғайлы жолмен порталға кіресіз. Бұл бір жылғы жасырын сөз, ЭЦК немесе QR код. Біз ЭЦК-ны таңдаймыз. Әрі қарай басты беттен азаматтық миграция және иммиграция бөлімін таңдап, тұрғылықты жері бойынша тіркеу қызметіне онлайн сұрау жасап, бірінші қадамда шыққан барлық жолдарды толтырамыз. Мұнда сіз келу мақсаты, қоғамдық санаты, білім деңгейі, білім бойынша мамандық, неке жағдайы бойынша ақпаратты толтырасыз. Және ең соңында тұрғын үйге меншік құқығын көрсетесіз. Егер сіз меншік иесі болсаңыз, тиісті белгіні қоясыз. Ары қарай сізге іздеу түрін таңдау ұсынылады. Онда сіз өзіңіздің облысыңызды көрсетесіз. Ең соңында сіздің ауылыңызға баспананың мекен-жайы көрсетіліп, өтінішке қол қою ұсынылады. Бірақ біз бірінші қадамға қайта оралып көрейік. Егер сіз меншік иесі емеспін деген белгіні таңдайтын болсаңыз, сізге тіркеу мекен-жайын көрсету қажет. Сонымен қатар, сіз меншік иесінің жеке сәйкестендіру нөмірін толтырғаннан кейін тексеру батырмасын басыңыз. Егер сіз таңдаған мекен-жай дұрыс болса, жылжымайтын мүлік табылды деген хабарлама шығады. Енді сізге өтінішке қайтадан қол қою ұсынылады. Біз ЭЦК арқылы қол қойып көрейік. Компьютеріңізден кілттер орналасқан папканы таңдап, РСА деген жазуы бар кілтпен қол қоямыз. Өтініш жолданғаннан кейін баспана иесі жеке кабинетіне кіріп келген хабарламаға келісімін беруі тиіс.